Қазіргі тонау жаңа айтып өттім. Бұл өте қауіпті тонау өткен себебі қазір Пайда үшін дейсіз ғой. қазір пайда үшінге көшті. Бұл олардың өздерінің порталдары, сайттары бар, сол арқылы оны бағалайды, сатады. Сол себепті қазір бір жаппай белең алды. Біз олардың санын да білмейміз. Ондай үлкен қазір ашық шығаратындар да бар. Әртүрлі. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай сұрақ туындайды. Жалпы археологтардың сонда мұндай іс-әрекетке баруы бұл ақшаның аздығынан ба? Мысалы, жалақы дейміз ғой. Жалақының аздығынан бола ма? Немесе қандай да бір тосқауыл бір мәселелер бар осы археологтардың алдында? Енді бұл жалпы жаңа қара жер қазушылардың олардың ішінде кәдімгі маманданған кәсіби археологтар жоқ. Олар яғни белгілі бір жерде мекемеде жұмыс жасалмайды. Олар өзі жүрген сондай белгілі бір бірақ жаңағыдай бір-бірімен бірігіп, сол әртүрлі WhatsApp, Telegram өздерінің чаттары бар, сол жерде тапқан заттарын салады. Бірақ ең өкініштісі сол тапқан заттарды олар мысалға қоныстардан тауып алса, оны бірден тапқан кезде оны тіркемейді, мысалы қай жерден. Олар алады да жинай береді. Кейін оның бір жағынан келгенде қатты құндылығы да жоқ оның. Өткен себебі табылған жері анықталмаса, оның мерзімі анықталмаса, кейіннен әкеп музейге ұсынып жүреді. Музейлерді жағалап, мынаны бір азын-аулақ ақшаға алыңызшы, болмаса тегін алыңызшы деген сияқты ұсынып жүреді. Ал ол музейге келген ондай заттар, егер ол нақты бір жаңағындай монеталар болса екен да, ғасыры жазылған, ал басқа темір бұйымдардың оның құндылығы болмайды.